Егер жетістікке жеткіңіз келсе, 6 кеселден аулақ болыңыз. Ұйқышылдық, жалқаулық, қорқыныш, ашу, жігерсіздік. Әуелі адам болсаң, өзіңді біл. Кісіге сөйлейтұғын сөзіңді біл. Әр жаста әрбір түрлі міндетің бар. Қай жаста не істейсін, кезіңді біл. Кейде күліп қуанғым келеді, кейде ашумен жылағым келеді. Өмірде қаншама қиындық көрсем де, өзімді ұстап шыдағым келеді. Ренжітіп алсам егер сіздерді, басымды иіп кешірім сұрағым келеді. Ризамын өмірге келгеніме, азды көпті қызықты көргеніме. Бұл жалғанның түбіне жеткен бар ма? Тәуба қылдым Алланың бергеніне. Үлкен сабақ аларсың өмірден де, сене берме себепсіз көрінгенге. Қолдап жүрген жандарға қолыңды соз, қорлап жүрген жандарға көңіл бөлме. Жамандасын сен бірақ жамандама, Алла сенің қорғаушың алаңдама. Тырнағыңның астынан кір іздейді, тырнағыңа татымас адам ғана. Қиындыққа қисайып сынбау керек. Шаршатады, бірақ көз жұмбау керек. Қандай сынақ кез болса да әлсіремей, өзін-өзі әрбір адам шыңдау керек. Сені алға жетелейтін таңдау керек. Таңдауды да жүрегіңмен тыңдау керек. Мына жалған өмірде қиындық көп, жарты жолда шаршадым деп қалмау керек. Ақыл керек, ақымақ болмау керек. Жақсылыққа өзіңді жолдау керек. Өзгенің көмегіне жүгінбейтін, өз-өзіңе сенімді қолдау керек.